Мен бір нәрсеге қатты қуанып отырмын. Мынау ұлтқа еңбегі сіңген белгілі тұлғалардың өмірі мен шығармашылығы әдетте мерейтой аясында ғана мықты насихатталып, одан кейін келесі мерейтой қайта айналып келгенше бізде кей жағдайда ұмыт қалатын тұстарда бар, кездеседі ондай олқылықтар. Ал енді Мұхтар Әуезов атындағы орталықтандырылған кітапхана ұжымы бір игілікті істің басын қайырғалы отыр екен. 28 қыркүйек белгілі жазушының туған күніне орай тамаша шаралар өткізбекші екен. Жоспарларын көріп, соған өзі көңілім толып отыр. Мұхтар Әуезов сияқты заңғар тұлғаларды осы 5 жыл, 10 жылда мерейтойы кезінде ғана атап өтіп, мерейтойы кезінде жаппай насихаттап, мерейтойы кезінде шығармаларын оқымай, күнделікті өмірде үнемі ең мықты деген шығармалардың авторы ретінде қазаққа Абай жолы сияқты керемет туынды сыйлаған заңғар жазушы ретінде үнемі оқып, танысып отырсақ, еңбектерін насихаттап отырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Осы орайда Мұхтар Әуезов туралы бірнеше қызықты деректер айтқым келеді. 1997 жылы ЮНЕСКО Мұхтар Әуезов жылы деп атаған екен. Сонымен қатар Францияда алғашқы 100 жылдығы Мұхтар Әуезовтың үлкен деңгейде тойланып өтілген екен. Сол жылдан бастап әлемдік, дүниежүзілік деңгейде тойланып бастаған. Сонымен қатар Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман-эпопеясын 15 жылдық зерттеуді талап еткенін бәрімізге аян. Ал ең қызықты ақпарат ретінде Мұхтар Әуезовтың алғашқы қазақстандық футбол командасында ойнағанын айтқым келеді. Ол команда Семей қаласының Ярыш командасы болады. Мұхтар Әуезов Фатима Ғабитовнамен бас қосады. Фатима Ғабитовнадан Мұрат есімді ұлдары дүниеге келеді. Қазіргі кезде Мұхтар Әуезовтың балаларының ішіндегі көзі тірісі тек Мұрат Әуезов қана қалды. Мұрат Әуезов Ләйла қызы және де Ернар есімді ұлы Қазақстанның белгілі ғалымдарының бірі. Ернар Әуезов биология ғылымдарының саласын зерттеген. Ал Ләйла Әуезовті айтатын болсақ, ол Мұхтар Әуезовтің шығармаларын, естеліктерін жинақтаған. Әрі Әуезов кітапханасын ашуына көмектескен.